بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Жаратушиemiz Алла Таала хасиет Құран аяттарынан хасыл болған сауаптарда барша муъминина вал муъминат вал муслимина вал муслиматтарға, арнайы дүниеден өткен ұстаздарымызға, бауырларымызға, әпке қарындастарымызға баршаларына бағыштады. Алла Таала өткендерімізді рахым қылып, өткендеріміздің күнәларымызды кешіріп, ақыретте пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның шафағатын нәсіп қылды. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك. жылдықтың құрметіне бірінші бастамасын Құраннан бастап дүниеде өткен апай-ағайларымыз бар, басқа бауырларымыз бар. Солардың құрметіне арнап беріп жатқан ас. Алла өз деңгейінде қабыл етсін. Әшкеге келген сауаптары сол кісілердің арасына тие берсін. Мына іс-шарамыздың жүргізуін ары қарай уағыз дағуатымен Жетісай ауданымыздың бас имамы Бағдат мырзаға береміз. Бисмиллахиррахманиррахим. Әлемді жоқтан бар етіп жаратқан Аллаға мақтаулар мен мадақтар, пайғамбарымызға салауаттар мен сәлемдер болсын дейміз. Жаратушы ие қасиетті Құран кәрімде білетіндер мен білмейтіндер тең бе деген сұрақты пендеге жіберіп, бұл сұрақты сұрау арқылы, яғни ғылым иелерінің, білімді игергендердің жоғары дәрежеде, жоғары мәртебеде болатындығын айтады. Халық даналығында ұстазы жақсының ұстамы жақсы деген керемет сөз бар. Әрдайым дана халқымызда ұстазды көрген уақытта оған иіліп сәлемін беріп, құрметін жасап, төріне отырғызатын болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадис шарифінде айтады: «Әл-улама уарасатул анбия», ғалымдар бұл пайғамбарлардың мирасқорлары деген. Пайғамбарлар ешқашан динар мен дирхамды мұраға қалдырмайды. Пайғамбарлар тек қана білімді мирас етіп қалдырады дейді. Сол білімді игерген және оны өзгеге үйрете білген адам да ең қайырлы адам, ол ұстаз болып табылады. Сол себепті жаратушы ие, егер де білмейтін болсаңдар, білім иелерінен сұраңдар деп те ұстаздың дәрежесін тағы бір рет көтерді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көзін көрген сахабалар, солардың қатарында
Ali radıyallahu anh'ın керемет ұстаздар жайлы айтқан сөзі бар. Егер көпшіліктің алдына келетін болсаң, баршасына бірдей сәлем берсең де, ұстазыңды көрсең, оған бөлек қосымша сәлем бер дейді. Ұстазың отырған уақытта одан бірінші отырма. Ұстазың тұрып жатса, оның киімінен тартып отырғызба. Ұстазың сөйлеп жатса, оның сөзін бөлме. Мен пәленшеден осындай нәрсені естіген едім, бірақ сіз оны былайша жеткіздіңіз бізге. Сіздегі дұрыс емес ау деген секілді сөздерден аулақ бол деген. Яғни ұстазды дәл осындай дәрежеде құрметтеуді бұйырады. Енді Ханафи мазхабының негізін қалаушы имам Азам Абу Ханифа бірнеше ұстаздарға шәкірт болған. Бір сөзінде айтады: мен ұстазым Хаммадты құрметтегенім соншалық, екеуміздің үйіміздің арасы 6 көше еді дейді. 6 көше бар екен арада. Сонда ұстазымды құрметтегенім сол ұстазымның үй жағына қарай ешқашан аяғымды созып жатқан емеспін деген. Және де әр намазымда дұға еткен уақытта ата-анаммен қоса ұстазымның да атын атап тұрып дұға жасайтын едім деген. Сонымен қатар бірде жолда кетіп бара жатқан уақытында бір қойшыны көреді. Әлгі қойшыны көре салып, мінген атынан түсіп сәлемін беріп, хал-ахуал сұрасады. Жанындағы тұрған шәкірттері: ұстаз, сіздің дәрежеңіз бүкіл әлемде танылып жатыр. Жоғары ұстазсыз, бірақ та неге қайдағы бір жолдағы қойшыға сәлем беріп жатсыз дейді. Сонда ол кісінің айтқаны: мен кезінде фиқ саласында осы мал мәселесінде бір сауал туындаған уақытта осы қойшы кісі маған жауап берген еді. Сондықтан ол кісі маған бір нәрсені үйретті ме, демек ол кісі менің ұстазым деп айтқан. Қандай жағдай болмасын, кім болмасын, біреу өзге біреуге білім үйрететін болса, оның ұстазы болып қала бермек. Мәселен, кезінде бір бәдәуи болған. Бәдәуи деген білесіздер, ол Араб даласында шөлде өмір сүретін, бір жаңа нәрселерден хабары болмаған, мінезде дөрекілеу болатын кісілер. Сонда Харун Рашид деген патшамен жолда кезігіп қалып, Харун Рашидке айтады: ей Харун, сен ақымақтығыңды қашан қоясың дейді. Сонда патша жанында нөкерлерімен бірге тұрып түсінбей: ақымақ мен де жоқ әлдесем бе дейді. Сен өзіңнің жағдайыңа қара, менің жағдайыма қара дейді. Мен патшамын деген секілді. Сонда әлгі бәдәуи: ақымақ сенсің, өйткені мен қабірімді қазір дайындалып жатырмын. Ал сен болса үлкен сарайларды тұрғызып, өзіңнің қабіріңді қиратып жатсың деген. Сонда патша атынан түсіп насихатыңды жалғастыр дейді. Сонда бәдәуи айтады екен: насихат сұрасаң саған Құран жеткілікті. Соны мақтап ұста, оның ішінде тұнып тұрған насихат. Ары қарай жалғастыр дейді. Адамдар дүниеге келеді, дүниеден өтеді. Жүзіндегі сұлулық та кете бастайды дейді. Сонда бұл сөзімен адам дүниеге келіп, қанша жерден сұлу болса да, бай қуатты болса да, бір күн емес, бір күн оған өлімнің жететіндігін айтады. Сонда Харун Рашид: сен маған өмірлік насихат айт, өмірлік ұстаз болдың. Сенің бір қажетің бар ма? Мен сол қажетіңді өтеп берейін дейді. Сонда бәдәуи: иә, 3 қажетім бар. Егер де сол 3 қажетіңді өтеп берсең, мен саған өмір бойы риза болып өтемін дейді. Онда айта ғой, талап ет дейді. Біріншісі, менің ғұмырымды ұзартып бер, өмірімді ұзарт, соз дейді. Қолымнан келмейді. Жарайды. Онда өлім періштесінен арашала дейді. Ол да қолымнан келмейді. Жарайды. Онда мені жәннатқа кіргізіп, тозақ отына қалқан бол дейді.
la aqdiru. Dәрменсізмін, ол да қолымнан келмейді дейді. Сонда Бәләуидің айтқаны, ендеше біл, сен патша емессің, сен құлсың. Мен сен секілді құлдан сұрайтыным жоқ деп қайтарып жіберген екен. Міне Бәләуи болса да, сол Бәләуидің өзі бір елдің патшасына насихат айтып ұстазы болған екен. Имам Малик те сол секілді өте құрметті ұстаз болды. 4 мазхабтың біреуін игерген, негізін қалаған, Малики мазхабын. Сол имам Малик бір күні Харун Рашидтің алдына келген сәтте енді ғылымы, атағы, дәрежесі шартарапқа жайылған уақытта Харун Рашид патша оған айтады: сіздің біліміңізді мойындаймын, ғалымсыз, ұстазсыз. Мен де мына үйімдегі балаларым сізден сабақ алса екен. Егер де бос болсаңыз, осы сарайға келіп, балаларыма дәріс үйретіп кетсеңіз дейді. Сонда имам Малик айтады: уа мүминдердің әміршісі, дұрыс, білімді құрметтейді екенсіз. Білімді құрметтеу осы сарайдан басталуы керек, яғни патшалардан басталуы керек дейді. Патша білімді құрметтейтін болса, онда барлығы құрметті. Егер патша білімге құрметсіздік танытса, оның негізі болмайды. Ендеше менің сөзімді жақсылап ұғынып алыңыз. Білім ол барып берілмейді. Білім ол келіп алынады деген. Яғни патша боласың ба, басқа боласың ба, байбағлан боласың ба, ұстаздың алдына өзің аяғыңмен келіп дәріс ал деп айтады. Сонда Харун Рашид: расымен де жүрекке қонарлық сөз айттыңыз деп, өзінің ұлдары ханзада болса да, патшаның баласы болса да, өзгелер секілді мешітке жіберіп, өзгелер секілді бір сапта отырғызып, ұстаздан дәріс алғызған екен. Мінекей, біздің дана халқымызда ұстазды құрметтеген Мағжан Жұмабаевтың сөзі бар ғой: алты алаштың баласы бас қосатын болса, төр кімдікі дейді? Төр ұстаздікі деген. Сондықтан әрдайым ұстаздарымыз дүниелік болатын болса, құрметін өз орнына қояйық. Ал егер дүниеден өткен болатын болса, ол кісілерге бізден тигізетін пайдамыз артынан жасаған дұғамыз болып табылады. Алла тағала ниеттеріңізді қабыл етсін. Дастарханға береке берсін, ниеттерің қабыл болсын. Біздің қонақтар, қымбатты достар, қымбатты достар, баршаңызды бүгінгі осы дастархан басында көргенімізге қуаныштымыз. Біздің осы дастарханда, осы жиында ұлағатты ұстаздарымыз келіп отыр. Біздің мынау біліммен сусындатқан біздің ағайларымыз, апайларымыз, Разия апайымыз бар, Бейсен ағайымыз бар, өмірде өткен. Араға біршама уақыт салып біздер байқамай қалыппыз, білмей қалып сөйтсек, қазақ тіл пәнінің мұғалімі Жарқын апайымыз да өмірде өткен екен, кеше барып оны көріп жатырмыз. Енді біздің осы өмірде өткен ағай апайларымыздың көзін көрген, олармен әріптес болған бірнеше жыл бір салада жұмыс істеген міне жақын біздің Райым ағай. Райым ағай, өзіңіз бір жақсы сөз жарыңыз деп бір лебізіңізді білсеңіз айтып берсеңіз. Ал құрметті жиналған қауым, жақсы сартқа қатысты алып маған оқытып
мынау Карима Сандыбаевна қызы дейді. Есен тәрбие жүргізуші ғой, Есен аға дейміз. Тәрбие Қаратайына деп көп айтады мен. Қаратайымызды Арлан Насыбекұлы бөлер танисың деп танымайсың. Тауыш болды, дене шынықтыран берелетін жас ағай, Шан апай, Алшынан беретін, Шан Солдатбай қызы. Шан дейтін еді, Қаратайдан келген. Жақын апай бәріңіз білесіздер. Жақын апай Жұманбекова қызы. И анау осы Сыдайдан бізге ауысып келген жас мұғалім Нұржан Сапархан. Енді ана сіздердің тастықтарым Ербол. Оның өздерінің ортасында ғой. Енді менде бәрінен әңгі Карима апай. Олай қызбақ ағайды айтады еді. Өмірхан ағай. Гимназияның негізгі қалаушы стратег болу керек қой. Теориясын, заңын жазып беретін ол Карима Сандыбаева еді. Сол негізгі фундаменті қаладан сол. Мектеп өзімен өз болмайды. Мынандай положение жазу керек, мақсат, қай уақытта жүру керек. Сол ең бірінші бәрін жазып берген ол Карима Сандыбаева. Сөйтіп ең бұнда бәрін білесіздер, мектеп 5 күндік еді. Ең бірінші содан кейін гимназия класс болғаннан кейін 5 күнге расписание сыймайтын болып, содан кейін 6 күнге ауысты, сөйтіп кетті ғой. Енді бәріңе білетінде, ол Бесен ағайды білесіздер, ол кісі Көрдетбай инфаркт болды. Балдарды қалай тәрбиелеген, сөзбен, қылығымен. Не айтайын дегенім, мына Бесен ағайдың сабағын, өзінің сабағын ше, ойластырып, кейін мені оқуға жіберді осы Шымкентке. 3 ай оқыдық. Жаңа технология бойынша, шетелден Кембридж технология бойынша ағылшындары ойлап тапқан әдісін үйретуге. Сөйтіп сол әдісін былай терең зерттеп алсақ, тура Бесен ағайдың өтіп жатқан сабағы ғой. Сабаққа мектепке келіп Бесен ағай, сіздің сабағыңызды бізді шетелдіктер үйретті десем, мәз болады да, біздің бұсындай болатын дейді. Өздерің білесіз, логикалық сұрақ қойып, бір сұрақ қояды да, мен әлі сабағын үйреткен мынандай. Мынау көрсетеді, қандай сан дейді ғой, қандай көрсетіп ол. Ана екі десе екі қояды, бір десе бір қояды, сөйтіп, бір жағын дейтін сан екен. Сондай нәрселерді шетелде бізге үйретіп жүр, ал бұл бізде Бесен ағай бұнан пайдаланатын еді. Енді ана Разия Қаратайымнадан мен көп нәрсе өзім үйрендім. Жас болып келген кезде учительский бар еді, мұғалімдер бөлмесі, сол жерде көп әңгіме айтатын еді Разия апай. Сіздерді қорғайтын еді. Мына көп қыздар қауым келген ғой, солар айтқан кезде Разия Қаратайым айтады. Қыздар сабақтан қалып, кабинеттер өздері жуу. Ана 7-ші класс ба деймін сол. Сол айтып, таң қалым дейді, 5-те ма? Қалып өздері жуып, өздері кабинеттер лас, шан, сөзді. Мен қалай таң қалымды, мен қалай нағымыз, мен барлық қыздарды жуатамайын. Өздері қалай не істеген білмеймін. Очень көп топтар айтатын еді. Таза орысша сөйлейді. Таза, дикциясы, ешқандай мынандай акцент жоқ. Мен соны таң қалатынмын да. Қазір мен өзім орыс классқа сабақ берген, орыс классқа почтекші болған. Орысша сөйлей алмайды. Балаларда орысша сөйлей алмайды. Айналып келіп, ағай қазақша сөйлей берейік дейді да. Мәселен орыс классында ғой, ертең Астанадан министр тексеріп баса айтады ғой, қандай класс қайтқан деген бұл, Арабиядан деген класс қой дейді ғой деймін да. Өздері таң қаламда дикциясы, манерасы қандай керемет еді.
Енді анау Жарқын апаймен мен көп жұмыс істедім. Ең соңында біз екеуміз 11-ші сыныпта класстас болып бітірдік. Сол кезде бір рет айтып өту керек. Жарқын апай шағын классына алған ғой. Сөйтіп мен таңғалдым. Жарқын апай менен сұрады да, Райымбек, мына классыма бармай жатыр, не істеймін дейді да. Мен айтып, ешқайсы істемейсіз дедім. Мынандай не болған ғой. Қазір жастар өздері жатыр, тәрбиелеу оңай емес. Сол кезде жастар өздеріне бағындыру үшін соларды не істесе, сол істесең, сол кезде мойындайды. Күл ойнап жүрсе, қасына барып күл ойнайсың. Хотя ондай күлге болмайды. Секір барса, солар ұқсап секірсе, аз нәрсен өзінің адамсың ғой деп сөйтіп қабылдайды. Әйтпесе, айтқандары істемейді, мойындамайды, сондай нәрсе ғой. Сонда мына Жарқын апайдың сөзбен, нақылықтармен, өздері білесіздер ғой, қазақ әдебиеттен таң алатын қалай талдар оны қуанып сыйлайтыны. Енді мынау бағылан Нұржан, иә? Жас мамандар олар. Жас мамандар? Біз кеткен кезде ол қандай? Неше сынып Нұржанның ол қандай? Жүрегі алатын. Қатты қуанып кетті. Қуанып кеткен. Привет. Не. Қауым еткен. Сөйтіп. Бір жинаған ғой. Содан кейін просто так барса қайтып тағы қауымдар шықты ғой. Қуанғанға, қатты қуанған. Сол, мен сіздерге айтқым келгені өзімнен болған оқиғаны айтып кетейін. Деді, балдар жинаған құттықтарды айтып отыр ғой. Өзім мен классымда да бұзық балдар болды. Сол бұзық балдар қалай болса да ұрысып, адам болмайсың деп сөйтіп жүргенбіз ғой. Сөйтіп колледждеміз. Сөйтіп жаяу кетіп бара жатсам, байқадым, қымбат машинамен кетіп бара жатыр. Сөйтіп белгілі ғой. Сол ойбай, мына мен дұрыс емес істедім ғой деп ойладым да кетіп. Бұзық балдырыстарын алдық, мектепте қуып жібергенбіз. Жағынан келіп келе жатқан көріп, өзіміз айтып, ұялып кетіп, бір талдың көлеңкесінде тығылып тұрдым, машинамен өтіп кетсін деп. Сол кезде ол да байқаған ғой. Өтіп кетіп тоқтап, түсті машинадан. Түсіп, Раймағай деп амандасып, мен айтамдар, сені мектептен қуып жіберіп, сен негіз, мысалы, біреу өкпелеп амандасып қойды кетсеңде ол дұрыс болады да, кезінен аптым. Жоқ, ағай, сіздерге рахмет, сіздер дұрыс тәрбие бердіңіз. Мектепке рахмет, мен өзім таңғалдым. Біз сен орында мен болсам, амандаспай, әнеді қатты үйдер кететінен ғой дейсің. Жоқ, сол арқылы мен өстім дейді. Сол арқылы мен байдым дейді да. Мен сондай өте көп болды. Соны таңғаламда. Сонда мынау үстіп біздің мектептен ең мықты ол сендер болатсыңдар. Ас беріп, 20 жылдан мұғалімдерді шақырып, жүкке былай жариялап, мақтан ететін не сендер қылып істеп жатсыңдар. Оның алдында бір класстан болды. Олар техно қашты шақырып болды, мені шақырып, мектепке намай, өзім айтам, осы класстан шақырттар, Алматыдан, жан-жақтан келді балдар. 8 бала болып жиналды, сөйтіп өте қызық болмай жатыр. Таныс 2-3 мұғалім шақырды. Біз көреміз, айтамыз, болды, бізден нені аламыз, бірақ олар іште айтқан жоқ болды, бірақ үйтіп істегенше, үйтіп тура Құран оқып,
сіздер істеп жатқан топтан біздің мектепте қазір үлесіп жатқан оқушылар көріп тұр. Көрген нәрседен олар үлгі алып, сендерден де мықты істейміз деп сондай мақсат қояды. Егер олар көрмесе, ондай нәрсе істемейді, болмау керек қой деп. Сөздер сендерге фотография осындай кезде нұр үстіне нұр дейді ғой, нақылтарын одан бетер ассын, келе жатқан мынау өсіп жатқан мынау оқушылар кеше пікір айтқанда оларға өте үлкен үлгі. Сендер ойламаңдар, мына қалды жоқ. Олар көреді. Сол көргеннен кейін біздер кем емеспіз. Біздер бұдан да артық жасаймыз деп сондай мақсат қояды. Сол мынау жасаған дастархандар, мынау ниеттерің қабыл болсын, істерің бұдан да арта берсін. Мен анау өзім көп нәрсе ойлаймын ғой, осындай істен кейін сіздердің жолдарың ашылады, байлықтарың көбейеді, ол рас. Сол себептен бәрін бақытты болыңдар деп сондай аяқтамақшы. Уағат ұстазымыздың айтқан сөздері жүрекке жетті. Кезіндегі апай ағайларымызды біраз еске салды. Бұл мектептің атын барынша жүрегімізді ұстап, шетелде болса да, басқа қала, басқа мемлекетте болса да, біздің балалар қыздар әйтеуір мақтанышпен айтады деп ойлаймын. Ұстаздардың берген тәрбиесінің арқасында қаншама ұлдарымыз өсіп жоғары жұмыс орындарында Аллаға шүкір отыр. Оны мақтан қабылдау. Мынау елдегі класстастарды еске алу сәті жетті. Бейсен деген ағайымыз бар еді, Арихан. Б кластан Б класс өте жақсы біледі, А кластар біледі. Негізі да, Бейсен ағайымыз өте кәсіби тәрбие жағынан да қатал, сабақты үйрету жағынан да озат кісі кәдімгідей. Жүректен жүрекке жеткізу жағынан мастер еді ол. Ол кісіні жақсы көрдіңіз, жақсы көрдік. Бір мектеп бітіргеннен кейін сол ағайымызды мектепі бар, амандасып келеміз. Сол кісінің атынан жұбайымның баласы келіп отырған. Сыйлап келгендеріңізге, сіздерге рахмет, Алла нұр жаусын. Аман болыңыздар. Мынау ендігі тілектің, ізгі тілектің, ниеттің сөздің кезегіне қастыра беріп кішкене. Біздің Көлбаев Ербол деген бауырымыз бар. 2009 жылы дүниеден осы арамызда. Өте ақкөңіл, өте қарапайым жігіт. Сол жігіт жайында ізгілікпен Көлбаев Медет бауырымыз шағымыз. Медет өз басқасында көп болды, кішкене ізгілікпен айтып еске алу керек. Ол айтып өткен жақсылығы да ақылын жолдағы барын аямайтын. Шынымен бір күні мен шынымен Түлбасқа бір жағын есімді өткені, Түлбасқа түнделетіп жоқсы қалсына қайтарға қайтып беріп болды. Сол кезде Көлбай беруға заңдамай, кезатын түнделетіп. Сол үйірсін бөліп, ұйықтамай күтіп алып, мен үйіне шынетті үйіне бөліп
мәке есімізде түсінеді. Ең сау сол жерде мен күтіп алып адамдармен мен сонда есте қалатын жағдайлар болған. Жаңағы дос десе ауылда атын беретін жігіт болатын. Мектепте оқып жүрген кезде де үйіне шықпайтын туған жұмыста 7 май қателеспеймін туғанның баласы. 7 май туған жұмысы өте керемет өтті. Сол кезде де керемет елге өткізгенбіз класстар болып. Ел болғанымызға Алла рахмет алсын, Алла рахмет етсін. Алланың сұрайын. Өткенде мәкең ағасы отырған жерде ағаларымыз. Мәкеңнің баласы бар, өзінің туған баласы бар. Есімін қойған кез? Ажбы. Өйткені постоянно келіп мені көріп амандасып береді. Тәте қалайсыз, тәте қалайсыз. Ананы көріп өзіне бір жас келіп суретке түсіп алған тура Көлбай Кербол Алланың құдіреті ғой. Көлбай Керболдың копиясын қан жүректе Алланың құдіреті бар өзі. Жаңағы абылғанымызды көріп жүрек елжіреп суретке түсіп балаларға шатқат жүріп ондай кезде болған естеліктер болды. Бұл жерде барлық қастары өз есіне жақсы жүріп отырған, ешкімге зияны жоқ. Күліп қалған жігіттер жігіттің сұлтаны десінде бұл аты айтпасын, сұлу десе сұлу өз. Жан жолдасы етінде өзім. Кейін жаңағыдай өмірдің өткен жерде білмеймін, ол бір не шығар қайта түсіне кіре беретін ол жігіттер. Кейін әкесінің айтып бүгін саған құран оқып Алла рахмет алсын. Өте жақсы жігіттер. Одан кейін Артықбай бауырымызға жақында өміріміз Алла онда рахмет. Ол өте күнге ислам дініне жақын жігіттер. Мына жерде өз артынан алған тияғы отыр. Есімі Абдулмумин'e tiyarı Артықбай бауырымыздың осыда мешітте қызмет етіп дін жолында жүрген жігіттер. Осы жайлы Артықбай Берік бауырымыз кішігірім айтып қасында жүріп соңғы кезде. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Артықбай бауырымыздың үлкен ұлы Абдулмумин аты. Ағайша деген келіншегі бар еді. Бір себептермен келе алмады, Құдай қаласа ертең келеді. Артықбай бауырымыздың айта беретін болсақ, өте көп жақсы игі істері. Қай ортаға барса да өзінің орнын білдіріп жүрген бауырымыздың бірі. Әрқашан қандай отырыс болсын, қандай кездесу болсын, баршасын айтатын, Алланы еске алайық, намаз оқиық бауырлар. Енді мұсылман адамның ақылы есі бар адаммен ойлаймын, ең главный міндеті сол еді. Басты бізге көп септігін тигізген өте жақсы жаққа, көп жақсы жаққа сүйрейтін жігіттің бір бауырымыздың бірі. Бағана Көлбай Кербол бауырымыз айтып отырдық, мектеп бауырымыз. Біз көрші тұрдық Ерболмен. Мектепте де классымыз көрші болып, үйімізде көрші болып, бірге қайтатынбыз, бірге келетінбіз. Әзілдесіп, төбелесіп, өте ақкөңіл жақсы бауырымыз еді. Анау ақыры айтқаннан кейін бәрін айта өтейші деп жатырмыз да, Бейсен ағай айтты, біздің қашырғышымыз болған Бейсен ағай. Қасымда бізге қашырғыш болып жүрді, кейін аяқ астынан Бейсен ағай деп бізге. Бәріміз молда болып отырып, сол ешқайсысын бұзық істеп етін болып қалды. Сапар ағай ағаласына Разия апайды ауыстырып та Сапар ағайды деп. Бізге Қаршыға апайды алып та Бейсен ағайды деп. Алла рахымдасын, өте жақсы кісілер. Жақсы адамның жақсы істерін айта берсең, айтады ғой, ғасырда жетпейді деп. Ол кісілер Алла рахымдасын.
отырысымыз бір игі отырыстар болсын Құдай қаласа. Өзің бір жасы өзің айтып Өте қуаныштымын сіздермен танысқанымға. Мектепті бітіргендеріне 20 жыл өтті. 17 жаста мектепті бітіріп алғашқы қадам қойғандарымға міне енді 20 жыл толып, бәрі бір семьяны басқаратын, бір отағасы, бір семьяны басқаратын ана болған сіздер құтты болсын. Мен алдыңды көріп, сенің класстарың есімге келді. Сендердің класстарыңды өте жақсы көреді. Өте мені құрмет қыладыған, білімді, өз сөзін айта алатыған балдар деп мақтар еді сендерді. Ол кісі өте қатал болған. Мен басар айтам, неге сіз бұншалық қатал десем, мен өзімнің оқушыларымды, өзінің өмірді, өз орнын тауды, өзінің ойыны еркін айтуды, ешқашан еш нәрседен қорықпауды үйретемін. Олар өзінің жолын таусын, өзінің өмірді, ақылны істете алсын. Ешкімнің қолға қарамасын, өз ақылынан өзінің табысын деп. Алла разы болсын сіздерге, мұғалімдерді еске алып, ұстазды еске алғандар. Ұстаздың қашан қадірге жетесіздер, қашан өздеріңіз ата бол, ана бол, өздеріңіз балаңызды мектепке апарғаннан кейін, өздеріңіз институт бітіріп диплом алғаннан кейін ұстазды, қанша қатал ұстаздарды құрметтерін асады. Неге ол өте білімді болған үшін, ол сендерді де білімді болуын қалаған үшін, сендерді талапты күшті болған. Қазір сендер бар, өздеріңіз салаларыңды білімді адамсыңдар. Сол өздерің 10 жыл, 11 жыл оқып алған білімдерің арқасында, міне бір семьяны тербетіп отырсыңдар. Мен не деймін? Өмірді бақытты болыңдар, тапқандардың берекесі берсін, тапқандардың тойлар берсін, Алла разы болсын, мұғалімдерін еске алып, бүгін ас бергендеріңе, өзің класстастарын ас бергендеріңе, ең жақын дос, ең жақын адамдар бұл класстастар. 11 жыл бірге оқыған адамдар, сендер бәрі сыр-түрлеріңді білесіңдер. Кішкентай уақыттан қазірге дейін болған бар нәрселерді білесіңдер. Сол үшін сендер өмірді сенетін адамдардың бұл класстастардың бірі болады. Бақытты болыңдар, табыс тілеймін. Рахмет, Алла разы болсын сіздерді. Амин. Айтқан сөзіңіз берсен болады. Болып кеткен біздің өте жақсы көретін, мен айтар едім, ер мінезді апайымыз болсын деп. Рәзия апайымыздың үлкен болған Бахадыр ағамыз осында арамызда. Ағамызға микрофон берсек, еске алып беріп жатқан астарыңыз жолдасы Алла Тағала ниеттеріңізді қабыл ете берсін. Иншалла мынау өте қуаныш. Енді дәмсіз нәсіп дейді, дәмсіз нәсіп қылмағаннан кейін айламан мысалы екі дүниенің өткені бар, мынау өздерінің класстастарың бар, екі дүниенің өткені. Сол сияқты мынау Аллаға шүкір, мына дәмсізіміз бұйырып, мына бір дастарханның басында отырып, мына еске алып отырғандарымызға Енден сол Разия Қарабайдың апайларымыздың ең үлкен ұлымын, Бақылдырхан ағым. Барлығынан ниеттеріңіз қабыл болсын. Енді ол кісі көшеде отырып, өздеріңізбен бірге көңілденіп, өтіп жатқандарыңызды көргенге қандай қуанышты нәрсе болар еді. Енді өмірде соншалық не болғаннан кейін, иншалла қамтыз дейді. Сіздерге айтқандарыңызды ол кісі де айтар еді осы сөзді. Өсіңдер, өніңдер, өздеріңнен көргендеріңдерді, тілеулеріңді тілейтін еді ғой. Ол мұғалім деген бізден көрген сіздерге көбірек күш-қуаттарын жұмсаған кісілер ғой. Оны неге десеңіздер, өзімді келіншегім мұғалім болған екен, соны көріп біліп отырмыз. Балаларын телефонмен апайлар оқытып ғой, апайым үйтті, апайым бүйтті деп, сол сияқты Құдай қаласа мына еңбегін зая кетірмей, мына биіктерден көрініп, мына жүргендеріңе Аллаға қайтара шүкіршілік, әрдайым алда болыңдар, артқа қалғандарыңды сүйреңдер. Адам адамға себепкер дегендей жаңағы бірін-біріңді сүйреп жетелеп жүрсіңдер, соның өзі бір ғанибет. Мына тағы Құдай қаласа мына ниеттерің қабыл, мұраттарың асыл болсын, әрдайым бақытты өмір сүре беріңдер. Рахмет айтқаныңыз келсін.
Біздің жаңағы айтатынымыз ғой, Ербол досымыз, Көлбаев Ербол досымыздың ағасы осында бізбен бірге. Мәген бар, сізге маған берейін. Ассалаумағалейкум. Қаңыздар жақсы болсын, ауыл осыдан алса, жеңісі бар қаңғалқандарымызға. Өйткені бөлімімізде асықта бөлім оласы, өйткені қауыл olsun. Енді ер азаматтарымыз барынша ішкі дүниесін айтып жатыр. Айтан ішінде қалды, мына еске алып тұрмын дейтін жігіт қыздар, тасыстар болатын болса, ұстаздарға деген, достарымызға деген бар болса, шығыңыздар. Онда ел ахуалын апазар أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Жаратушы иеміз қасиетті Құран аяттары, Бақара сүрелерінің аяттарынан хасыл болған сауаптарды, ішілген жеген тағамдардан хасыл болған сауаптарды барша момын мұсылмандарға, сонымен қатар арнайы Карима Сандыбай қызына, Бейсен Жұманұлына, Разия Қаратай қызына, Бағлан Нәсірбекұлына, Ырыштан Молдабай қызына, Жарқынай Жұмаділ қызына, сонымен қатар Ербол Әліұлына, Артықбай Сейдеханұлына, Оранбай Қарайкенже, әпке қарындас бауырларымызға, ұстаздарымызға, ата талған аталмай қалған, мойнымызда хақысы болған барша момын мұсылмандарға бағышы. Алла тағалам өткен ұстаздарымызды, бауырларымызды, әпке қарындастарымызды рахметің алып, дүниетіршілігіндегі үлкенді кішілі ашықта жасын істеген күнәлар болсын өзің кешіріп, ақыретте жүздерін жарық етіп, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламмен бірге болуларын нәсіп етіңіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мүбәрак қолдарынан кәусар бұлақтарынан су ішуін нәсіп et. Жаратушы Шампайымыз амал дәптерлеріне сауаптардың үзілмей барып тұруын нәсіп қылады. Бүгінгі ниеттерімізді қабыл етіңіз. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رب. الله.